Баршаңызға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, ерекше, хош иісті қызанақ салатын жасайтын боламыз. Мейрамхананың салаттарынан асып түспесе, кем түспейді. Ал кеттік. Бізге орташа көлемдікте 3 қызанақ керек болады. Ең алдымен қызанақтарымызды осылай домалақтап турап дайындап аламыз. Қызанақтарымыз осындай етті болғаны дұрыс. Жылдам әрі тез жасалатын салат. Осы менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Бұл салат сіздеріңіздің отбасыларыңызға әрдайым сүйіп жейтін салаттардың бірі болатынына сенемін. Турап дайындалған қызанағымызды осылай тарелкаларға тізіп, татымына қарай тұз, қара бұрыш сеуіп, соусымыз дайындағанша холодильникке салып қоямыз. Бізге қызыл пияз керек болады. Осылай домалақтап, жұқа қылып турап аламыз. Қызыл пияз жоқ болса, ақ пияз да бола береді. Пиязымызды турап алғаннан кейін бір ыдысқа салып, үстінен тастай су құйып қоямыз. Пиязымыздың ашытылығы кішкене кету үшін. Осы салаттың дәмін ерекше қылатын соус дайындаймыз. Бір ыдысқа орегано, базилик, 3 ас қасық зәйтүн майын құямыз. Бір шай қасық рисовый уксус қосамыз. Рисовый уксус болмаса винный уксус, винный уксус болмаса яблочный уксус қоссаңыздар болады. Жарты шай қасық бал салып, жақсылап араластырамыз. Бізге 2-3 дана сарымсақ керек болады. Оларды сарымсақ үккіштен өткізіп аламыз. Дайын болған сарымсағымызды соусымызға қосып, жақсылап араластырамыз. Соусымыз дайын болды. Енді бізге кішкене көлемде кинза керек болады. Кинзаны жақсылап, ұсақтап турап аламыз. Сіздерде кинза болмаса, петрушка қоссаңыздар да болады. Енді барлығын жинайтын боламыз. Помидор, пияз осылайынан қатар тізіп шығамыз. Соусымызды құйып шығамыз. Одан кейін бетіне ұсақтап турап алған кинзамызды себеміз. Салатымыз дайын болды. Салатты сол кезде жесеңіздер де болады, болмаса холодильникке салып, біраз уақыттан кейін жесеңіздер де болады. Өте дәмді, дәмі ерекше, хош иісті салат. Біздің отбасымызбен сүйіп жейміз, әрқашан жасаймыз.
сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Жасап жатсаңыздар менімен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.